Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Бүгін біз сіздермен уақыт, яғни сағат айтып үйренетін боламыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Ағылшын тілінде сағат қанша болды деп сұраудың сіздерге қазір екі нұсқасын айтамын. Өте көп қолданылатын. Біріншісі, what time is it now? What time is it now? Тез айтқан кезде, what time is it now? Сағат қазір қанша болды? Ал екінші нұсқасы, what's the time? Мына жақта is деген сөз, what деген сөзбен қосылып кетеді, сондықтан тез оқылады. What's the time? Сағат қанша? Көбінесе біз өзіміз күнделікті өмірде сағат қанша деп айтамыз ғой. Дәл солай, сағат қанша? What's the time? Ал енді ең алдымен ровно сағат қанша болғанға тоқтайық. Мысалы, сағат ровно 12 болды. It is 12 o'clock. Жалпы o'clock сөзі бізге точно ровно сағатта айтқан кезде қолданылады. Мысалы, сағат ровно 12, сағат ровно 10 болса, it is 10 o'clock. Сағат ровно 10 болды, 10:00. Ал енді бізде ағылшын тілінде 12 сағаттық режимді ұстанамыз. То есть, мысалы, біз 13:00, 14:00 деген сияқты біз 24 сағатпен жүреміз, Қазақстанда. Ал олар 12 сағатпен жүреді. Сондықтан оларда AM және PM деген түсінік бар. AM қашан қолданылады және PM қашан қолданылады. Қараңыздар, AM бізде түнгі 12-ден азанғы 12-ге дейінгі уақыт. Мынаны сіздерге түсінікті болу үшін жазып қойдым. 24:00-ден азанғы 12:00-ге дейінгі уақыт бізде AM болады. Ал PM бұл бізде түскі 12-ден түнгі 12-ге дейінгі уақыт. Негізі оларда тек қана 12 сағат, но түсінікті болу үшін ғана 24 деген, яғни 12:00-ді қолдандым. Мысалы, қараңыздар. It is 3 AM now. AM десе біз сразу ойлаймыз. Значит, бұл уже түнгі 3. It's 3 AM now, значит, бұл бізде түнгі 3. It's 4 PM now. It's 4 PM now десе, сразу на жаққа қараймыз. Себебі PM уже на жақта. Түскі 4. Хорошо? Осы AM мен PM-ді түсініп алсаңыздар, ағылшын тілінде кез келген сағатта айта аласыздар. Сонымен қатар, егер сіздер сандарды ағылшын тілінде айта алмасаңыздар, мұнда мен видеоға ссылка тастап кетем. Осыған кіріп алдымен сандарды үйреніп алыңыздар. Содан кейін ғана біз сағат айтып үйренеміз сіздермен, жарайды ма? Ал енді сағатты біз екі бөлікке бөлеміз. Қараңыздар. Бұлай екі бөлікке бөлеміз. Көкпен жазылған минуттардың барлығы 5, 10, 15, 20, 25 минуттың барлығы бізде past сөзмен айтылады. Яғни 12-ден 5 кетті, 12-ден 10 кетті, 12-ден 15 кетті. Осы кетті деген барлығын біз past деген сөзбен айтамыз. Ал қалды дегенді to сөзмен, яғни 12-ге 25 минут қалды, 20 минут қалды, 15, 15 минут қалды деген барлығын біз to деген сөзді қосу арқылы жасайтын боламыз. Формуласын қараңыздар. Жалпы формула емес, осы бойынша жасайсыздар. It is minutes past hour. It's деген сағатты айтқан кезде міндетті түрде it's деген сөзбен бастаймыз. Бірінші минутты айтамыз. То есть 5 минут кетті 12-ден. 5 минут кетті 12-ден. Тура осы формула бойынша. Бірінші минут кетті и 12-ден сағатты айтасыздар. Қараңыздар. Мынау сағат бізде қазір қаншаны көрсетіп тұр? 12-ден 5 кетті. Мынау формулаға қараймыз. It's бірінші қанша минут кеткенін айтамыз? 5 minutes. Кетті past. Қаншадан сағат? 12. 12-ден 5 кетті. It's 5 minutes past 12. 5 минут кетті 12-ден. Осы формула бойынша айтасыздар. Ал енді қараңыздар, 10 минут кететін болса. It's 10 minutes past 12. 20 минут кететін болса. It's 20 minutes past 12. It's 25 minutes past 12. Ал егер біз қалды деп айтатын болсақ, яғни to деген сөзді қосу арқылы жасаймыз. Қараңыздар, дәл осы формула
бірақ өзгереді to қалды. It's minutes to hour. Бұлай жасайықшы, мынаны ауыстырайық. Қолмен өшіре салам. Міне. Бұл жақта уже 12-ден бітіп кетіп тұрады, сағат. 12-ден 35 кетті. Біз бұны айтамыз, 1-ге 25 минут қалды. Тура 25 минут қалды 1-ге. Сағат 13:00-ге. It's 25 minutes to 1. It's 20 minutes to 1. 1-ге 20 минут қалса. It's 20 minutes to 1. Егер 5 минут қалса 1-ге. It's 5 minutes to 1. Сонымен қатар 15 минут және 30 минут кішкене бізде басқаша болады. Қараңыздар. 15 минутты біз quarter деп айтамыз. Ал 30 минутты, яғни жарты, жарты сағат деп айтамыз ғой біз. Сол сияқты дәл сондай жарты дегеніміз half. Қараңыздар. Мынау сағатта 5-тен 15 минут кетті. Дәл бағанағы формула сияқты айтамыз, тек 15 минуттың орнына біз quarter сөзін қолданамыз. It is 5:15. 5-тен 15 минут кетті. Ал егер 5-ке 15 минут қалды десек, онда біз 4-тен 45 кетті деген сөз. 4-тен 45 кетті. Яғни 5-ке 15 минут қалды деп айтатын болсақ, it is 4:45. 5-ке 15 минут қалды. Ал 30 минут half бізде тек қана pastпен жасалынады. Яғни 30 минут қалды деп айтпаймыз, только жарым. 5 жарым, 6 жарым, 7 жарым. Бұл тек қана pastпен жасалынады. Қараңыздар, сағат мұнда 11:30. 11 жарым. 11 жарымда біз it is 11:30. 11:30. Яғни it is 30 minutes past 11. Яғни 11-ден 30 минут кетті деп айтудың орнына біз жеңілдетіп 30 минутты просто half деп айтамыз. Ал енді сағат айтудың сіздермен ең оңай, күнделікті өмірде ең көп қолданылатын сағатты қалай айтуға болатынын сіздерге үйрететін боламын. Қараңыздар, ең оңай жолы дәл сол цифрларды айту. Мысалы, 11:15, 11:15. Егер сандардың қалай айтылатынын білмейтін болсаңыз, менің мынау видеома өтіп, алдымен сандарды толық меңгеріп алғаныңыз абзал. Екіншісі, қараңыз, 12-ден 10 кетті. Просто 12, 12, 10, 10, 12, 10. Яғни, біреу көшеде кетіп бара жатыр, сағат қанша дейді? Сіз айтасыз, 12, 10. 12, 10. Өзімізде айтамыз ғой, қазақ тілінде де дәл солай. 11-ден 10 кетті. 11, 10. 11, 10. 4:45, 4:45. Ал енді жаттығу үшін комментарийге 12:35, 11:45, 10:30 деп айтудың ең оңай жолын жазып шығыңыз. Ал егер сізге белгілі бір уақытта айту қажет болса, мысалы, менің сабағым 3-те басталады, менің кружогым сағат 4-те басталады деген сияқты осындай сөйлемдерді айту үшін бізге at деген көмекші сөз қажет болады. Қараңыздар. What time is your lesson? What time is your lesson? Сенің сабағың сағат қаншада басталады? Сағат түскі 3-те басталады. It is at 3 p.m. p.m. дегеніміз бізде түскі. Егер сізге жалпы осы a.m. және p.m. деген сөздер түсініксіз болса, яғни көп ойландыратын болса, онда сіз in the morning, азанда, in the afternoon, түсте, in the evening, кешке, және at night, түнде деген сөздерді айтсаңыз болады. Қараңыздар, мұндағы p.m. сөзін біз in the afternoon-ға аударамыз. Себебі түскі 3, in the afternoon. It is at 3 in the afternoon. Түскі 3-те. Сабақ сіздерге толық түсінікті болды деп ойлаймын. Сағатты айтудан, осы видеоны айтпақшы, сағат қаншада көрдіңіз? Комментарийге жазып кетіңізші.
өзіңіз де жаттығасыз, мені де қуантасыз. Өз біліміңізді тексеру мақсатында осы берілген сағаттарды міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Себебі жаттыққан сайын сіздер көп үйрене бересіздер. Миларыңыз көп қозғалып үйренеді, көп жұмыс жасап үйренеді. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye. Ал енді комментарийге осы сағаттардың қалай ең оңай жолу... Ой, қатырасын Мадина. Бастым ба. Видео ұнаса? This girl's on the fire.